Саламатсыздарбы, құрметті ТТ 13-17 тобының студенттері. Қазір бізде электрлі және тепловоз тартылысының негіздері сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы электровоздардың негізгі электр аппараттары, яғни ток қабылдағыш. Токоприемник. Токоприемник электровоздың шатырында орналасқан болып, түйіспе желісімен байланыстырып, және түйіспе желісі арқылы 19-29 мың вольт электр энергиясының электровоздың ішіне беріп, сол электр энергиясының көмегімен қозғалтатын бірде-бір электр аппараты. Бұл ток қабылдағыш күштік тізбегіне бір санымен белгіленеді. Енді осы ток қабылдағыштың негізгі техникалық параметрлерін айтып өтсек, бұл ток қабылдағыштың маркасы L13U1, L13U1, L13U1. Негізгі техникалық параметрлері: ток, номиналды тогы, қозғалыс кезінде 550 ампер, тұрған кезде 50 ампер. Пневматикалық жетек, және көтерілетін ауаның қысымы 0,5 немесе 0,5 мегапаскаль немесе 5 кгс сантиметр бөлінген. Көтеру үшін қажетті болған ауаның қысымы 35 паскаль. Көтердің жұмыстық көлемі 400 және 1900 мм аралығында, 40 сантиметрден 1,9 метрге дейін көтеретін екен. Көтерудің максималды биіктігі 2100 мм, 2 метрге дейін көтеріледі. Ток қабылдағыштың массасы 160 кг. Ток қабылдағыштың көтерілу уақыты 7-10 секунд. Ток қабылдағыштың түсу уақыты 3-6 секунд. Ток қабылдағыштың жылдамдығы 160 км/сағатқа дейін жүруге арналған электровоздарда орналасқан. Бұл осындай марка екен. Ток қабылдағыштың негізгі элементтері: шаңғысы, арбаша серіппесі, серіппелер, негіз, жоғарғы қозғалмалар рама, рычаг, иілгіш кілтек, төменгі рама бірікпелері, арбаша және пневматикалық жетек. Бұл ток қабылдағыштың төменгі көрінісі және пружиналар, төменгі жоғары көтеретін сол нәрсесі. Мына кареткасы, мына пневма системасы, бұл білесіздер ауаның көмегімен жұмыс істейді. Малый компрессордың көмегімен көтеріліп түйіспе желісіне қосылады. Мына сол ішіне ауа кіретін пневма цилиндр. Мына кинематикалық көрінісі. Осы мына рычаг барып келіп, ток қабылдағышты көтеріп түсіреді. Үстіндегі шаңғысы бізде ауыстырылады. Осы шаңғаға қойылатын ставка дейміз, қойылмасы екі түрлі болады: график текті немесе көмір текті. Осы екі түр қолданылады. Екеуді әр ремонт циклына кірген сайын ауыстырылады. Назар қойып тыңдағаныңыз үшін рахмет.